Meyli. Bayağı sen jana hazır sigaretті neme? Çekpe sigaret degenler menen Batkenge gastrolga barıp bir aylık barıp urdadылы. Elдің бар аябай жақсы қол чап, тосы неме қылды дағы, қабыл алышты дағы. Ертесі ошо Баткендегі не деген айылы бүт бардығы сигарет таштап қойыштыр. Бирок бардығы нәске өтүшүптүр. Элмурат Миталипов. Туғандар, Тарел менен Жылдыз чыгармачылыгы боюнча аябай аракет кылышып, елдин алды, елге таанылып, ел артисі деген, заслуженный артист деген наамдарды алып қалышса дағы, бұлар шашпай шығармаларын бышықтап, апчыға аттыр, ырлары да сонын екен. Құдай бөріса, Жаллабаттан дағы бір жақшы овон черчі шығып қалып атат, елге танымал. Ан өзі овон шығарыш татал нерсе. Мұны көрінгенлі шығара бербейді. Өткенде Алтынай Нарбаева айтты. Мен ырдайм, овон шығара албайм деп. Анан кейбірлер бар, овон шығарат, бірақ ырдай албайды. Анан эми біз болса вообще ырдайды албайбыз, овон да шығара албайбыз. Мен овон шығарайын деп аракет кылып көрдім туғандар. Там башқа шығып алып ырдадым болбоду, макан ішіне кіріп алып ырдадым болбоду, баняға кіріп ырдадым, еш болбоду, овон шықпағайды. Ал башқа қасия деген. Ем азымын оны сіздерге айтып қойым, қалпақты жамбыл не киіп шықты, бешара башын бекітіп киіп алып тұр деп ойлап отасыңар да жаман ойыңар да. Андай емес, мен бұл қалпақты кигенімнің себебі, егер мүмкін болса балдар, залға свет беріп қойсыңар, залда кімдер отырады, еш көрінбейді. Еме, ұршыларға қараңғы болып тұрғаны болу береді. Бізге мынау жарықшылық керек. Ем бұл туғандар қалпақты мен кием, жөн киіпейм, кигенде де әр түрді қылып кием. Анан эми бұл қалпақты қырғыздар кийишет, бирок бұны қашан кийишет, білесіздер бе? Мұны қыпчақ қалпақ деп қойышат, бақай қалпақ деп қойышат, үйге таштап қойышат дағы. Bir çoğun adam ötse Çıngiz Aytmatov okşuğun. Je жақын дос жары қайтыш болса, göz görsetkeni varganda kiyip alıp, Kırgızlar momoyup duruşat da üşüntü. Men emi kaçan Rahman Razıkov, Abdulda İmanqulov, Kümender Abulup ölüp ekende kütüp oturuyorum ben. Men bunu kalığan günü giyem. Giygende de jön giyibem, her türlü kılıp giyem. Misali, bunday tuğrasından giyip algan bolsam, tuğra düşürüp koyarınızdır. Oruslar aytmakçı dobraya duşa. Liboy'nin bitpey atkan işleri olsa bitiriş berem. Ha eğer men uzundan giyip algan bolsam, mağa müşahit etmenizler, men özüm işimden жүрген bolam. Eğer kalpak sal biraz kıyşayıp kalan bolsa, maşinası var balдар, men uyga taşlap kala ha balдар. Eğer, Rahmat, eğer kalpaktı men koluma karma alıp köçede şaşılıp baratkan bolsam, demek bugün Ploşat'ta miting var eken de koyarlar. Kalpaktı koynuma katıp alıp geletken bolsam, Jambul aka öz жалгыз oşta özök mahalladan çıkıp tur degile. Kalpakta köp kasiyet var eken. Mına Kıtaylı Kırgızlar kalpakta ayabay bap estep kiyişet eken. Alar 4 tarafı tuyuk kalpak yedi eken. Emin üçün bunday kalpak yesinger desem, alar aytışat, bu ırıskı berekenin bardığı büt asmandan düşöt. Biz anı topta alıp geç kulunu yuva parti düşürüp alabız deydi. Asiler olsa eki jağı kesilgen kalpak yedi kesinger, oşonun üçün eki jolu revolüsiya Kırgızstanda, eki jolu maradyorstu oldu deydi. Bu kalpaktın dağı bir kasiyeti, ötkende leylek varsam, leylektin eli ayabay temperament doğu degen. Leylektikler var barangada. Bular tajik arlaşpağın da. Yaşı karısı debe kulupka girip oturuşup, konsertlik nomerler jağıp kalsa tura kalıp, kol çavuşup, otura kalıp, cer tepkileşip, çıday elbegeni cügürüp gelip akça kıştara degen ay. Oşonday leylektikler bolup kalmasın dep atayın giyip alın. Yemet tuğandar, azırınca bu kalpaktı Kırgızstanda ekele kişi giyip atat. Bişkek'te Topçubek Turgunaliyev, Oşta Jambul Kamçiyev. Buna hazır Tariyel menen
Жылдыз турган кызы менен кызы да жакшырда деген. Турган жерде дайым экран турат да. Илгери бул жерде кинолор болгон. Биздин Союздун малында эки түрлүү фильм болчу. Согуш кино, анан кийин индийский фильм. Согуш кинода сөзсүз биздикилер жеңет эле акырында. Индийский фильмде эки жаш адашып кетиппи, жоголуп кетиппи, эптеп табышып, акырында келип, бийлеп келип анан кучакташып калышат дагы эч качан өбүшпөйт эле. Мен ушуга аябай кыжалат болчу элем да. Булар эмнеге өбүшпөйт? Же уялып атабы, эле жерде жолугушуп атат дейм. Же буларда ушундай өбүшпөй турган нерсе бар деп анан акыры изилдеп жүрүп акыры таптым тугандар. Жанагы индиялыктар эмне үчүн өбүшпөгөн себеби биздин мусулмандардын кудайы ким? Кудай ким bizde? Аллах, туура. Коркпой айта берсеңиздер. Христиандардын кудайы Иса, Иисус Христос, индиялыктардын кудайы Уй, ким айтты шуну? Индияга барып келген адам айтты мына. Машина багы жолго уй жатып алса, пробка болуп тура берет экен. Эч ким ош деп айдаганга оозу барбайт экен. Себеби ал Кудайда. Кудайды тур дешке болбойт да. Не жатасың келди айтып көр, эмне кылар экен. Анан бу уйдун этин жебейт экен немелер, индиялыктар. Sütünü içmeydi eкен, kurutunu da jebeydi eкен. Biz misali eşektин etini jebegen değil, aral uydun etini jebeydi eкен. Şen tuğanlar. Бирок азыр акыркы күндөрү Индияда бир акмактар пайда болуп, ошо Кудайын бир жерге апарып акырын союп туруп, буйволдун эти де бизге алып келип атышты. Биз дагы жөн турбай өткөндө ответ кылдык аяка. Muna sava derdi. Yemi oşol uylardın taqdırımında eken. Uylardın korosu bolboyt eken, malkana bolboyt eken, uykana bolboyt eken. Özü çöp taap, özü ottop, özü jemjep, özü su içip жүрө берет экен. Ага эч ким даярдап бербейт экен. Бирок уйдун өгүздөрүн, букаларын пайдаланышат экен. Кошайды мындай чакан-чакан огороддор болот экен, ошого багы жерлерин 3 жол айдайт экен, bir жылдын ичинде 3 жол түшүм алышат экен. Ошондо пайдаланып, бирок жем бербейт экен, суу бербейт экен, от салбайт экен. Как раз Индиянын уйлары, букалары менен Кыргызстандын куудулдары, оончулары бирдей тагдырда экен. Бизди дагы бийликтегилер айрыкча шайлоо малында аябай пайдаланышат да, ошо бойдон карабай коюшат да. Оончулар дагы, ырчылар дагы, куудулдар дагы. Ал эми Индиянын букаларын дагы пайдаланып туруп карабай коюшат экен. Индиянын букалары менен Кыргызстандын куудулдарынын тагдыры бирдей. Ал эми уйлары баягы зампаларын таштайт го, таштаганда көчөдө жок экен. Жанагы жаш кыз келиндер келип талап кетишет экен баягы. Эмне үчүн талап кетишет десе, көрсө жанагы аллергияга, шишиктерге коет экен, аны соруп алат экен. Ба уйдун немеси, свежий зампасы. Бетке койсо маска. Жылтыратып брыштарды жок кылат экен. Ошон үчүн индийский фильмде аялдар эч мындай некрасивый жок да, баардыгы эле сулуу жылтырак болуп, жакшынакай көрүнүп турат. Анан баягы эки жаш табышкандан кийин жүгүрүп келип көрүшөт экен, бирок кучакташат экен, өбүшөйүн десе жыттанып турат да. Ошон үчүн өбүшпөйт экен. Мен ошонун себебин таптым туугандар. Бул эми ушул тапта оондо ЮНЕСКОда айтып аттыр, жакынкы 40-50 жылда 20 улут өзүнүн тилин, маданиятын, мамлекеттүүлүгүн жоготуп коюшу мүмкүн деп. Ошо 20 улуттун катарына бизди кыргыздар да кошуп коюптур, дүйнөлүк масштабта окумуштулар. Ким айтса өзүнө кайтсын. Кыргыз тили жок болбойт. Кыргыз
Madaniyat өнүгөт мындай тарелдей жылдыздар турганда. Биздин мамлекетибиз бекемделет, чек араларыбыз бышыкталат. Ага чейин дагы бир топ жылдар керек, бирок ошондой болсо дагы убактыбыз бар. Не аракет бу кетти? Мияктан алып өтпөйсүңбү, шайтан өттү кылбай. Ошо кыргыз маданият, кыргыз тилинин жок болбой тургандыгын дагы келечеги бар экендигин далилдеп, Акшылык Абдыкадырмат деген жигит бир юмор жазган экен, ошону сиздерге айтып берейин. 172 сөздөн турган жалаң чы тамгасынан башталган аңгеме. Эсептеп туруңуздар, жалаң чы тамгасынан башталган. Чаңгетке чөп чыкпай, чаңгеттик чилдебай чөп чапканы чаткалдын чокусу чапчымага чыкты. Канча чы болду? 11. Чилдебай чокуга чыгып, чапанын чечип, чекеге чимкирип, чылымын чеккенче чалгысын чыңады. Чык 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 чык. Чөп чабышканга чолпонбай чанашты, чырмаш чырылдакты, чики чыйылдакты чакырды. Чакыргандары чото чокуга чыгышпады. Чымоолор. Чилдебай чокуга чыгып чөйүн чапты. Чөйүн чапса чокудагы чабылекей чымчыктар чырылдайт, чебирткелери чыртылдайт, чуртулдайт, чагылган чартылдайт, чуртулдайт. Чилдебай чөйүн чапкан чөйүн чөмөллөдү. Чалыккандыктан, чарчагандыктан, чаңкагандыктан чанаштагы чалапты чайкап, чоң чыныга чууртуп, чип чын чапкан чөйүнө чалкасынан чыканактады. Через час Чилдебайдын чатын чоң чаян чакты. Чилдебай чаян чаккан чатына чыдабай, чаңырып, чыңырып, чатын чапчып, чиелерге чалынып, чырмоокторго, чычырканактарга чалынып, чекедеги чачкейдин чатырына чакырым чуркады. Чочулаган чачкей чатырдагы чемодандан чеснокторун чыгарып, чайнап чогултуп, Чилдебайдын чаян чаккан чатындагы чотки чорбосуна чачканда Чилдебайдын чимкириги чубалды. Чочулаган чачкей чөйрөсү чыңгызды чөлдөгү чалдарга чаптырды. Чөйрөсү чыңгыз чөлдөгү чалдарды чыкырбай, чайханадагы чүжөй чалдарды чыкырыптыр. Через чумоо. Чайханадагы чүжөй чалдардын чоңу Чынарбай чал чапанын чечип, чампаңдап, чокуга чыгып, Чилдебайдын чатындагы чесноктарды чертип, четке чыгарып, чайнектеги чайдын чамасын Чилдебайдын чатына чачканда, Чилдебай чебиштей чыңырды го чиркин. Чынчылында Чилдебай чуркоодон чемпион. Чыныгы чекист. Чернобыльдагы чууга чыдаган, Чехиядагы, Чечнядагы чууга чыдаган Чилдебай чаяннын чакканына чым-чым чыдабады. Чорттугу. Чоң чырахмат. Жамбыл Хамшиев, колчак койсоңуздар. Рахмат. Сақ жүргөнү сақадай, сарғайынқы жүзі бар. Сары алтындай тарел акеде сан таланттың күчі бар. Демекші, қайырданстерін алдыңыздарда Жумабүдін Шералиев түшімді. Шаңды қолчалыңыз, тосалыңыздар. Тарел Бакиров.
boşa sırdaşıma kimge ay jorda Meni boşa sırdaşıma kimge ay jorda Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, ардактуу ыр күйөрмандары. Бүгүнкү Тариел Бакиров агайыбыздын чыгармачылык кечеси менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Жеке өзүмдүн атымдан ушул жерде бизге чогуу ырдаган тобубуздун атынан чоң ийгиликтерди каалайм. Экинчи жарың болдуң жашоомдогу жүрөгүм күндө ыйлап бошоңдоду ар дайым күтүү менен өтүп жаткан жол кароо эрмек болду жашоомдогу жол кароо эрмек болду жашоомдогу чарчадым айта албайм келгениңди бул кылык калар мени сезгениңде жүрөгүм капаланып турбайт эле жүрөктөн сезимимди saatты карайм жылып жаткан түндөсү асман карайм жылдыз каткан санаркап саналарды чубап жатып үмүттү тосуп алам таңды аккан үмүттү тосуп алам чарчадым айта албайм келгениңди бул кылык калар мени сезгениңде жүрөгүм капаланып турбайт эле жүрөктөн сезимимди болду сезген менен адашканым сезимде тагдырымдан талашкамын жар тандоо жашоосунан адашсам да өзүңдү үй бүлүңдөн талашпадым өзүңдү үй бүлүңдөн чарчадым айта албайм келгениңди бул кылык калар мени сезгениңде жүрөгүм капаланып турбайт эле жүрөктөн сезимимди
Чоң рахмат. Қол шақпайыз. Гүлзат Жүсіпақынова, Сүйінбек оғыншы атқарышы Тарел Бакиров. Анымасы кезекте тандықай ұратқарып шөз ованы Тарел Бакиров сөзі Қуанышбек Металипов атқарышы Чынара Рысалиева. Тосалыңыздар. Чынара Рысалиева. Жақшы көріп өзім сүйіп таптым жаным өзімді жамандардан жашырамын сұлу болған көзіңді аяламдың жылдыздары сенде сұлу болса да ай күн болып сұлу деймін сүйген жаным өзіңді Жақшынамсың таянарым едерің Алыс кетсең дайын маған жайнап күліп келедің Жүрек болып ол қармашы бір жүрөлі жашоды Жаратқандан суранарым ошол ғана тілегім Жандап жүріп, таңдап сені, өзім сені тапқанмын Сен айтпасаң, сүйемін деп өзім саға айтқанмын Алтын гауһар, асыл таштан өзім жалғыз болсам да Чолпон болып, өзім саға жалғыз жарық чачқанмын Татынамсың, жақшынамсың, таянарым едерің Алыс кетсең, дайын маған жайнап күліп келедің Жүрек болып, ол қармашы бір жүрөлі жашоды Жаратқандан суранарым ошол ғана тілегім Seni көбіз бұл жашоның көрілуден жақшысын Seni көбіз бұл жашоның табалы дейм ашқышын Айтып күтпөй махаббатты бүттүнөгө жар салып Seni көбіз бір ырдайлы ырларыбыз жаңырсын Татынамсың, жақшынамсың, таянарым едерің Алыс кетсең, дайын маған жайнап күліп келедің Жүрек болып, ол қармашы бір жүрөлі жашоды Жаратқандан суранарым ошол ғана тілегім Жаратқандан суранарым ошол ғана тілегім Жаратқандан суранарым ошол ғана тілегім Рахмат. Әлбетте барыңыздарға көңілді маңай қалайым. Бүгінгі кеченің күнөкөрлөрү Тарел Бакиров жана Жылдыз
эчекебизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Куш келипсиздер. Сиздер үчүн дагы бир жагымдуу чыгарманы Гүлдесте катары тартуулап коюн. Майрамбек Осмоновдун сөзүнө жазылган "Каалашкан жарым сен болсоң" аттуу чыгарма сиздерге жагышсын. Кылтакты койсоң сен койсоң, кыргыйек болуп мен консоң. Кудайга жоктур арманым, каалашкан жарым сен болсоң. Кудайга жоктур арманым, каалашкан жарым сен болсоң. Кудайга жоктур арманым, каалашкан жарым сен болсоң. Сен болсоң. Тосакты койсоң сен койсоң, турумтай болуп мен консоң. Тагдырга жоктур арманым, табышкан жарым сен болсоң. Тагдырга жоктур арманым, табышкан жарым сен болсоң. Тагдырга жоктур арманым, табышкан жарым сен болсоң. Сен болсоң. Ömrümde dali düşümde, oylanom özüm jönünde. Жүрөктүн эркин аткарып, жүрчү сен менден бөлүнбөй. Жүрөктүн эркин аткарып, жүрчү сен менден бөлүнбөй. Жүрөктүн эркин аткарып, жүрчү сен менден бөлүнбөй. Тагдырга жоктур арманым, табышкан жарым сен болсоң. Кудайга жоктур арманым, каалашкан жарым сен болсоң. Сен болсоң. Шынар Арысалиева, шан қолша қойсаңыздар. Рахмат, адымесе, сіздердің алдыңыздарда қайырдан әлі. Атайын атарыстып алыстан келген 10-шы атқарушы Тарел Бакиров ағавызды құттықтап келген. Бізден 10-шы атқарушы ағавыз бір қанша елдің озына алынып қалған. Белгілі сіздер шан қолшап тосылсаңыздар. Талайбек Тұрдыбаев, қолшап қойсаңыздар. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу бүгүнкү Жалал-Абад жергесинин тургундары, жана меймандары, Жалал-Абад шаарынын бүгүн Тарел досумдун чыгармачылык кечесинде отуруп, ушунчалык кубанып отурабыз. Мындан ары ушул айтылган каалоо тилектер баары Кудайга жетсин. Аяш менен тең арып тең карсын бүгүн Аяш кызымдын туулган күнү экен. Бактылуу кыздардан болсун. Ушул көп сүйлөбөй эле айтылган каалоо тилектер кабыл болсун деп, кайсыл жерге барсаң ошол жердин ырынырда демекчи. Ибрагим Жунусовдун Жалал-Абад менин гүлүм сенин гүлүң деген ыры менен баштайлы. Аман болуңуздар, Жалал-Абад жергесинде ырлар жаңырсын. Жаштардын шары Жалал-Абад,
күн өткен сайын жашарат түйген бұйырдай бер үшін ырларым саға арналам жалабат менің гүлім жалабат сенің гүлің келсең құрбым көресің жалабат шарым бүгін шарым бүгін кечінде деле жалабат көргені сонын құлпырат жағымды ырлар ырдақшы қыз жігіт бірге үн салат жалабат менің гүлім жалабат сенің гүлің келсең құрбым көресің жалабат шарың бүгін шарың бүгін жаштардың шары жыл менен бүт албай мақта бір менен шарымдың сұлу қыздарым açılgan kızıl gül götüm Canlabat menin gülüm Canlabat senin gülüm Ot olup yanıp durat Jalındap şarım bugün Şarım bugün Şarım bugün Şarım bugün Рахмат, бар болыңыздар жалбаттықтар. Анда емесе, ұшыл ағайлардың ырларынан кейін өзімнен автордық ырларынан ырда берсем, ұшыл Тарел досыма шығармашылық игілік болсын. Сөзін жазған Абдикерим Исаев деген белгілі ақынға таныдық. Мұңайған жоқтыр меншелік деген шығарма сіздер үшін. Айдай бір жүзің нұр чалып, азапқа жанды сен салып, аттиңай білсем ошындо, аябай телем мынчалып, аттиңай білсем ошындо, аябай телем мынчалып. Бурала басып сен келіп, болбодың маға жан шерик, мұңды бір обон ырырдапта, мұңайған жоқтыр меншелік, мұңды бір обон ырырдапта, мұң қанған жоқтыр меншелік. Күнде бір жүзің нұр чалып, күйітке жанды сен салып, күйбөшің сенің білгенде, күйік бөйтелем мынчалып, сүйбөшің сенің білгенде, сүйбет айлем мынчалып. Бурала басып сен келіп, болбодың маға жан шерик, мұңды бір обон ырырдапта, мұңайған жоқтыр меншелік, мұңды бір обон ырырдапта, мұң қанған жоқтыр меншелік. Қызылды кисең жарашы, қызығат бары қаршы, қымша бел сұлу періштем, қызғанам сені талашып, қымша бел сұлу періштем, қызғанам сені талашып. Бурала басып сен келіп, болбодың маға жан шерик, мұңды бір обон ырырдапта, мұңайған жоқтыр меншелік, мұңды бір обон ырырдапта,
жоқтыр меншелік, мұңды бір робон ырырдапты, мұңайған жоқтыр меншелік. Рахмат. Шоң рахмат, бар болыңыздар. Рахмат. Шоң рахмат. Рахмат. Аман болыңыздар. Тарел досыма шығармашылық игілік қалайбыз. Рахмат. Анда емесе, рахмат сағадағын. Ушыл ағайлардың ырларынан кейін, андан кейін өзімнен ырымдырдағаннан кейін ушыл ескі ностальгиялар көрсақ, бұл жерде апалар отырады, аталар отырады. Ақсыбай Атабаев бұл қырғыз жергесіне бір жақшы композитор ағайыз, сіздердің мезгілдегі ырлар жазып кеткен. 18 жаш деген ырды атқарып берейін. Бар болыңыздар. Ақсыбай Атабаев 18 жаш. Маэстро. Ошылы ырда сақтағым болады. Бері көч. Hayda gittin açıdığı Adaşıp bayılın hemen surap gelin Adaşıp ayılın hemen surap gelin Екінші билеттің çok ұрғайыз. Yolu hayrınızday tanışanırған Жылт еткен жаштығыңның шаңы белең Жылт еткен жаштығыңның шаңы белең
Талайбек Тұрдыбаев ағабыз. Рахмат, талантыңыз ташқында ерсін. Адемесе кезекте татнақай олған безін ірші қыздарыза кезек берсек, сөзі оғыны Тариел Багиров, атқарушы Элиза Құшпақова. Тосалыңыздар.